Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға өнерде өрге жүзгендер жобасы аясында асқақ күйші Дина Нұрпейісова атты сұхбатты ұсынамыз. Биыл әйгілі күйші Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл. Сахнаға шығып бір-екі күй тартқан соң өзімді ұмытамын. Бусанып тер шығады, арқам кеңіп, шабытым бәйгеге қосқан сәйгүліктің алтын тағалы тұяқтарындай жазылып, құлашым кеңейіп, арқаланып кетемін. Иә, бұл қасиетті күй өнерінің сәйгүлігі домбыраның құлағында ойнаған аңыз әйел Дина Нұрпейісованың сөзі. Дина Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Бекетай құм деген жерінде туған. Қазақ халқының күйші композиторы, қазақ мәдениетінің көрнекті қайраткері. Динаның әкесі кенже, аты бүкіл округке жайылған палуан көрінеді. Дина да әкесі сияқты жас кезінде талай рет күреске түскен палуан әйел болыпты. Айта кететін бір жағдай, кенже де жас кезінде домбыра тартқан екен. Динаның айтуы бойынша, кенже Айжанқыз күйін автордың өзінен үйреніп, Динаға үйретіпті. Ұлғая келе, кенже домбыраны мүлде тастап, шаруашылығымен айналысып кетіпті. Динаның шешесі Жаниха мейірлі, мейманхан адам екен. Ол кенженің күреске шығып, ат тартып, домбыра ойнауына қарсылық білдіріп, кесел жасамапты. 1870 жылы Құрманғазы кенженің ауылына келіп, 10 жасар керемет домбырашы қызы бар дегенді естиді де кенженің үйіне келеді. Кішкене қыздың домбырасын тыңдап, халық өнерін дамытатын тағы бір адамның дүниеге келгеніне шексіз қуанды. Дина 9 жыл бойы Құрманғазымен жиі кездесіп, жиындарға Құрманғазыға еріп барып жүреді. Көптеген атақты домбырашылармен кездеседі. Құрманғазының мектебінен өту Динаның домбырашылық өнерін шыңдай түсіп, ол өз жанынан да күй шығара бастайды. Динаның Тырнақалды, Бұлбұл, Байжыма, Көгентүп атты күйлерінде халықтың күйшілік дәстүрі айқын сезіледі. 1916 жылы Қазақ даласындағы ұлт азаттық күресі Дина Нұрпейісованың шығармашылығына елеулі әсер етті. Осы оқиғаға шығарған 1916 жыл күйінде Құрманғазының Исатай мен Махамбетке арнаған кішкентай күйінің әсері байқалады. Дина 75-ке келген шағында Мәскеудегі сахна төріне, ал 70-ті еңсеріп, 83-ке келгенінде Ташкент сахна төрінде үкілі домбырасын күмбірлетті. Екі қалада да қарт күйші жүлделі орынды қанжығасына байлады. Ал 77 жасында бүкіл одақтық байқау өткен Мәскеудің сахнасында қайта жарқырап, 200 адамның арасынан суырылып шыққан 9 үміткердің арасында болды. 1938 жылы республикамыздың өкіметі қазақтың халық аспаптарында тартылатын музыканың тамаша салтын сақтап, өзінен кейінгілерге жеткізгені үшін Динаға Қазақстан өнеріне еңбегі сіңген қайраткер деген атақ берілді. Ал 1944 жылы Құрманғазы атындағы халық аспаптары оркестрінің 10 жылдығы тойланған кезде Динаға республикамыздың халық әртісі деген құрметті атақ берілді. Дина 2 рет еңбек туы орденімен және 1941-1945 жылдардағы отан соғысында Германияны жеңген үшін медальмен, Қазақ Кеңестік социалистік республикасы жоғарғы кеңесінің
бірнеше грамоталармен марапатталды. Дина Нұрпейісова әдеби ұлғайып, жасы 94-ке келгенде дүниеден озды. Армысыздар, қымбатты көрермендер һәм тыңдармандар. Өздеріңіз көріп тыңдап жүргендей, өнерде өрге жүзгендер атты жобамызды одан әрі жалғастырамыз. Қонағымыз Дәулеткерей атындағы оркестрдің белді домбырашысы, Дина әжесінің жолын қуған қыздардың бірі Раушан Нұрланқызы Шаканаева. Енді Дина әжеміздің өмір баянын жоғарыда өздеріңіз тыңдап өттіңіздер әсемнің оқуында. Біз негізінен енді күй жөнінде әңгіме етпекпіз, күйдің тарихы жөнінде, қолымыздағы бар тарих жөнінде. Динаның әкесі Кенже деген адам өзі палуан әрі атты өте жақсы көрген, атты күтіп баптауды жақсы көрген адам екен. Оның бір Қарақасқа дейтін аты болған екен, үш болысқа атағы шыққан аты екен. Динаны бой жетіп ұзатқанда басқа жасауларымен қоса қызына Қарақасқа атты да береді. Бұл Динаның барған жерінде мынау Бесқасқа Беріш деген руға түседі Дина. Соның ішінде Нұрпейіс деген кісінің Нұралы деген баласына тұрмысқа шығады. Нұралы енді өзі тап атбегі болмаса да атасының берген атын баптап күтіп жақсы ұстап жүреді. Динаға бұл өзінің жас кезінен келе жатқан бір ескерткіш сияқты көрінеді. Енді өмір шіркін бір орында тұрмайды, өз дегенін жасайды. Қызын ұзатқаннан кейін бірнеше жылдардан кейін әкесі Кенже қайтыс болады. Ал Қарақасқа болса өзінің жерін, елін, топырағын аңсайтын сияқты болып көрінеді Динаға. Сол біраз жүргеннен кейін Қарақатқа атта бір күн ауырып қайтыс болады. Дина өзінің балалық шағынан келе жатқан серігі Қарақасқа аттанды, қайырылып қалады. Сол Қарақасқа аттың жүріс тұрысына, жалпы сұлулығына арнап Қарақасқа ат деген күй шығарады. Міне біз қазір Раушанның орындауында сол күйді тыңдап көрейік.
көп. Біздің бүгінгі қонағымыз Раушан 1988 жылы Жалпақтал өңірінде, Жалпақтал ауылында дүниеге келген. Ата-анасы да өнер адамы. Әкесі Нұрлан көп жылдар Жалпақтал халық театрының режиссері болып, әлі күнге дейін театрдан қол үзген жоқ. Анасы да кітапханашы мамандығын меңгере тұрса да, өнерден қол үзбей, театрда ойнап, билерге қатысып, сондай аудан көлемінде, ауданның намысын қорғайтын кезде өткен шаралардың барлығына да қатысты. Енді Раушан, өзіңе осында домбыра өнері қалай ұнады, кімге еліктедің, қалай сен домбыраға қызықтың? Папаң сені күйші емес, әкең. Анаң да күйші емес. Ол күйшілік жолға қалай түстің, сол жөнінде айта кетсең аздап. Енді ол кішкентай кезінде домбыраның не екенін білмейтін едім шынымен. Осы 3-ші сыныпқа оқып жүрген кезде бір өнер мектебінің ұстаздары келіп іріктейді ғой, келіп кім домбыраға қатысады деп. Бәрі қолын көтеріп жатқанға мен де қолымды көтеріп қатысқан едім. Енді тұңғыш ұстазым марқұм Қуаныш Жақыптан тәлім алдым. Соңғы жылда Омарәлиева Гүлстан апайынан тәлім алып, сол өнер мектебін бітіріп, сосын осы өнер жолын жалғастыруды жөн көрдім. Өнер институтына келдім, Махамбет Өтемісов атындағы. Сол өнер жолында әкеме анамның жолын қуып келгенмін. Институтты бітіргесін бірден дәулет оркестріне келдің бе? Институт қабырғасында оқып жүріп, сол оркестрдің құрамына енгізілген болатын, арнайы қабылдандым. Жақсы. Енді Дәулеткер оркестрдің бел домбырашысы Раушан жолдасы Әлбек. Ол да Дәулеткер оркестрдің домбырашысы, екеуі де сол Дәулеткер оркестрінің құрамында домбырашы болып жұмыс істейді. Өздеріңізге еліктеп жүрген кішкентай балаларыңыз бар ма? Домбыраға қызығатын бала бар ма үйде? Енді бұлай өнерден алыс емес, домбыраны енді үйрете қоймадық. Бұлай алыс емес, биге қатысатыны бар, бұлай жаттап айтатындары бар. Қанда бар ғой? Қанда бар еді. Анау нағашылардан келе жатқан. Әлбектің өз тұқымы да құр болмас. Жақсы, біз енді бұны көрермендерге, тыңдармандарға келіп отырған қонағымыздың кім екенін білу үшін айтып жатырмыз. Дина әжемізге қайтадан көшейік. Дина әжеміз енді Құрманғазының төл шәкірт екені белгілі, оны жоғарыда айтылып өтті. Үлкен сайыстарда Құрманғазы, Дәулеткерей сияқты күйшілерменен бала жасынан араласқан адам. Соларға еліктеп күйде шығарған. Сондай күйлердің бірі бұлбұл. Енді Дәулеткерейдің бұлбұлы бар, Құрманғазының бұлбұлы бар. Ал бұл екі бұлбұлды ести тұрып, Дина өзінің бұлбұлын шығарады. Ахмет Жұбановтың жазуы бойынша академик Динаның бұлбұлы бұлбұлдың сайрауына жақынырақ деген ұғымды келтіреді. Енді осы күйді Раушан орындап берсін. Динаның күйі бұлбұл.
Дина әжеміздің басынан да әрқилы уақиғалар өтеді. Жоғарыда айтқан Қаралы аты өлгеннен кейін, біраз уақыттан кейін күйеуі Нұралы да өмірден өтеді. Өмірдің ауыр шақтарының өзінде де Дина әжеміз қолынан домбырасын тастамай, өзіне серік қылған, өзіне сырлас қылған. Ауылдың қуанышында, қайғысында, шаттығында сол домбыраменен елге таратып отырған. Домалатпай деген күй ауылдың тойына, жиыны, той думаны, әртүрлі сол тойларда өтетін шараларға, сауықтарға арналған күй екен. Жалпы күйдің өзінің бағытында да, күйдің сарынында да осындай жағдайлар байқалып тұрады. Енді қазір Раушан бізге сол домалатпай күйін орындап берсең. Жалпы күйшілердің дәстүрінде шетпеде қосбасақ деген күйлер бар, Ақжелең деген күйлер бар, сол сияқты Байжұма деген күйлер бар. Бұның өзі әрбір мықты күйші осы атауға бір күй шығарады екен. Жалпы Байжұма деген Құрманғазыдан бұрын өткен домбырашы екен. Өзінің сол өміріне, домбырашылығына арнап, өзіне шығарып кеткен күй екен дейді Байжұма деген. Ахмет Жұбановтың айтуы бойынша. Кейін сол шеберлігі жетілген домбырашылар сол Байжұмаға арнап өздері Байжұмасын шығаратын көрген. Сондай Байжұма біздің Дина әжемізде де болған. Бұл енді басқа Байжұмаға қарағанда өзгешелек және домбырашылардың өте бір сүйіп ойнайтын күй болыпты. Енді осы күйді біз ойнаймыз ғой, иә? Осы күйді бізге тартып берсең, тыңдаса. Динаның күйі Байжұма. Орындайтын Раушан Шаканаева.
Дина әжеміздің бірнеше күйін ойнап отырсын, тартып отырсын, тамаша тартып отырсын. Жалпы осы Дина әжеміздің байқауларына қатыстың ба, әлде осы күйлерді өзің ұнатып, тартып, осы Дина әжеміздің шығармашылығына бой ұрдың ба, осы жағын айта кетсең? Осыдан 10 жыл бұрын енді студенттік кезімізде облыстық деңгейдегі Динаның атында конкурсқа қатысып лауреат атанғанмын. Содан кейін филармонияның төрінде жүріп, осы республикалық Дина конкурсы болып, қыз-келіншектер арасындағы, екінші қыз-келіншектер арасындағы сол Атырау облысына барып, сол конкурсқа қатысып, жүлделі 3-ші орын лауреат атағын алып келген болатынмын. Мынау байқаудың қазылар арасында кімдер болды домбырашыларда? Қазылар алқасында Карима Сахарбаева, Айгүл Үлкенбаева, Орақ Жауыр, Кілек енді осы домбыраның... Атыраудың оркестрі. Домбыраның шырын ішкендер ғой енді. Кәліман да, Орағаң да. Солардың алдынан сүзгісінен өтіп лауреат атанып келдің, иә? Бәрекелді. Бұл енді жетістігінің басы бола берсін. Бұдан ары қарай да лауреат атана бер, алдынан домбыраны түспесін. Енді Дина әжемізге келсек, 1944 жылы Ташкентте Орта Азиядағы халықтардың шекті аспаптарының орындаушыларының байқауы болады. Соған Дина әжеміз қатысады. Яғни 44 жылы бұл кісі 83 жасында болады ғой. Сонда сол байқауда Дина әжеміз бас жүлдеде, бірінші орын алады. Бүкіл шекті аспаптарда ойнағандардың барлығы Динаның шаңында ілесе алмай қалды деп сол кезде сол кездегі советтік журналдар жазыпты. Енді сонда Дина әжеміздің бір шығарған күйі бұл Науысқы екен. Науысқыны жалпы сол Ташкентке барғанда Науаидің да бір Әлішер Науаидің, өзбектің ақыны ғой, біздің Абай сияқты. Соның бір торқалы тойы болған екен, соған арнапты дегенде бір қауесет әңгіме бар. Науысқы деп те қазір тартып жүрміз. Бұл күйдің өзі орындалуы, жалпы домбыраның құлағын бұраудың өзі өзгеше. Қазақ оны теріс бұрау дейді, музыканттар квинті бұрау дейді. Осы күйде де бір түрлі мына Монғолдың техникасы, Монғолдың қағысы әртүрлі өзгеріп, үлкен бір артистік көрсетіп отырады. Енді осы күйді орындап берсе бізге.
Міне бір жарты сағат 45 минуттың төңірегінде Дина әжеміздің бүкіл шығармашылық өмірін сипаттап сыйғызу мүмкін емес. Біздің бүгін тек айтып көрсеткеніміз, тартып көрсеткеніміз Дина әжеміздің тек қана күйлерінің 100-ден 5-і ғана шығар. Өйткені үлкен теңіз шалқыған теңіз ол кісінің өнері Құрманғазыдан бері қарай тартып келеді. Халық күйлері бар. Өзінің орындаушылық өнері жөнінде біз бәрін сыйғызып айта алмадық. Ахмет Жонаттың «Ғасырлар пернесі» деген кітабында Дина әжеміз жөнінде толығырақ айтқан. Біз соның әрбір жерінен ғана алып, осы халыққа осыны білсек, осыны айтсақ, жетеді-ау дегендей. Кейін ізденем деген адамға кітаптың да қайсысы екенін айтып отырмыз. Енді бізге келіп, уақытыңды бөліп, көрермен мен тыңдармандарға күй тартып, өнеріңді көрсеткенің үшін көп-көп рахмет. Раушан, өзіңе өнерің үштей берсін. Дина әжеңнің бейнетін бермесін, жолын берсін саған. Үлкен ауыр атағын берсін. Отбасының, бала шағаңның қызығын көріп, қолыңнан домбыраң түспесін. Көп-көп рахмет.